Сізден сұрағым келетіні, есіңіз кім? Осы бірнеше сеанс алып жатсыз да, массаж алдыңыз, сауна багу алдыңыз, вентумға отырдыңыз, активатор клеткаменен мінекей жаңа сізді проработка жасадым. Қалай әсеріңіз, неше күннен бері келіп, не қазір қандай, келгенде қалай болдыңыз, қазір қалай сезімдесіз, соны айтып жіберіңізші. Мен атым Гүлдана, келген уақытымда мен аяқпен жүре алмай келдім. Аяқтан сілтіп бастым. Мен негізі инсульт алған адаммын. Бірақ осы араға келгелі бірінші уақытта мен саунаға 3 күн отырдым, бірақ сенімсіздік адамда басым болады ғой негізі. Менде сенімсіздік бір түсіп кеттім, бірақ сенімсіздік болмады менде. Жазылмайтын сияқты, как будто бір ойыншық сияқты көрдім. Үйге барғаннан кейін уже өзімнің сезімімді қайтадан басқаша, ұйқым басқаша сияқты. Ертеңге тағы барып көрейінші деген оймен тағы келдім. Уже мен үшіншісінде кәдімгідей как положено түсіндім. Жұбайыңыз да еще айтты ғой. Иә, ұйқым дұрысталған, қазір аяғым жеңіл, сырқырап ауратыны, жаңағыдай бір доғдыр таба алмады мен бұл не екен. Менде балтыр аураты үшін артқы жағы. Қаншама қыздыратын май жағам, не жақтым, мен деген жақпаған майым жоқ, түрін жақтым қызаратын майдың. Үсті қызады, но асты қызбайды. Осы араға келгеннен бері аяғым өзгерді. Аяғыңды бүккен нені соны көрсетші, қалай до этого қалай бүктің, қазір қалай бүге аласың, соны көрсетші. Мен былай жаңа шапынды нетіп. Кәдімгідей бүйткенді ма, мынау қазір қозғалады. Мен бұрын бүйтем да қоям болды, мынау көтерілмейді. Мынау көтер жібер, сосын жатқан уақытта шалқамнан жатып алсам, аунат жібер. Сондай менде движение болды. Қазір ондай емес. Аяғымды жақсы қозғай алам. Ауратыны қойғаны, әсіресе жаныңа бататыны сырқырағаны ғой. Сол қойды. Сосын белде менде грижі бар деді, мен былай отырып шай ішетін едім. Осылай отырып шай ішетін едім. Тірелмесем отыра алмаймын столға. Қазір сосын ғой қалмайда келіп жүргенім қайта айтам. Неше сеанс алдыңыз? Уже мен неше рет алдым, даже ұмытып қалдым. Гүлшара жазып жүреді ғой. Одан кейін 3 күн түстім. Содан кейін вентумға отырдым. Вентумға уже неше күн отырдым, күнде отырып жүрмін, қазір ұмытып қалдым. Содан кейін уже массаж алғанда мен уже тұмысқол уақыт алған уақытта. Вообще күшті. Кеше ана кісіге мысалға басына қарай массаж апарған, ұнаған жоқ дейді. Маған басыма әкелгенде прям кайып боламын ғой, кайып. Кешегі массажда мен айтып отырмын, ұйықтап қалыппын. Анау уже істеп жатқан уақытта маған күшті прям аяғыма бәріне. В общем, керемет та? Керемет. Ұнады сізге де? Маған өзіме әйтеуір, білмеймін, кімге қалай, мен өзім қалай келдім, қазір қалай болып жүрмін, өзіме ұнады. Жеңіл сезім бар, да? Жеңіл, ұйқы дұрысталғаны, құлағымның шумы, бәрі қойды. Сосын желкем менің, не деді, оны кешегіде күйеуім байқаған. Что-то Гүлдан, сен желкең не сияқты гүмпішақ деп. Бүйтіп қарайтын едім, қазір міне уже шалқайып, немді қозғай алам. Енді мынанда дәліш кетіп берсеңдер, вообще күшті бар. Хорошо, жақсы, бәрі алған процедурының бәрі әйтеуір ем болсын. Керемет деді, айтатыны жоқ енді, өзіме мықты ұнады бұл. Молодец, рахмет. Гүлдана, осындай керемет отзыв бергеніне рахмет.